мәңгілік бала бейне драмасының авторы Роза Мұқанова. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, драматург, жазушы. Роза Мұқанованың шығармалары терең әлеуметтік философиялық тақырыптарды қозғайды. Ол адам тағдыры, рухани әлем, қоғамның өзекті мәселелері жайлы шынайы суреттейтін қаламгер ретінде танымал. Бұл мәңгілік бала бейне драмасы 20 ғасырда Қазақстанда болған Семей ядролық полигонының зардабы туралы жазылған. Бұл сынақтар сол өңірде тұратын халыққа орасан зор зиян келтіріп, көптеген адамдар сәби кезінде шетінеп кетті. Ал тірі қалғандардың ішінде түрлі аурумен туғандар көп болды. Роза Мұқанова осы тарихи қасіретті көркем шығарма арқылы көрсетіп, ядролық сынақтардың адамзатқа тигізген ауыр зардабын бейнелеген. Шығармадағы басты кейіпкер Ләйла есімді қыз. Ол ядролық сынақ салдарынан денсаулығына зиян келген, бірақ өмірге деген сенімін жоғалтпаған, арманшыл әрі таза жүректі қыз. Ләйла барша жарылыстың, қасіреттің символына айналған кейіпкер. Ол өлім мен өмірдің, үміт пен қорқыныштың арасында қалған бейкүнә баланың бейнесі. Драмада адамдардың өмірі, олардың қайғысы, тыныштыққа деген зары, бала тағдыры арқылы көрсетіледі. Ләйла тек бір кейіпкер ғана емес, ол жарылыстан жапа шеккен барша қазақ балаларының жинақталған бейнесі. Сол себепті де ол мәңгілік бала бейне, яғни мәңгі есімізде қалатын жаны таза, рухы биік ұрпақтың символы. Мәңгілік бала бейне соғыссыз, жарылсыз әлемге үндейтін, ядролық қаруға қарсы жазылған терең мағыналы шығарма. Бұл драма адамзаттың тыныш өмір сүруі үшін күрескен рухани үндеу.